Балаңыздың бойы ұзын болу үшін осы айтқандарды жасаңыз. Бірінші, баланы кешкі сағат 9:30-10-да ұйықтатыңыз. Бұл кезде мелатонин гормон бөлінеді. Ол баланың иммунитеті үшін маңызды. Және бала терең ұйықтағанда кешкі сағат 12-1-дің арасында өсу гормоны, соматотропты гормон бөлінеді. Егер бала кеш ұйықтаса, әрине бұл гормон жеткілікті түрде бөлінбейді. Екінші, жатар алдында балаға тәтті бермеңіз, себебі тәтті жесе сәйкесінше инсулин жоғарылайды. Инсулин жоғары болған кезде өсу гормоны, соматотропты гормонды тежейді. Үшінші, физикалық активтілік. Бала көп қимыл қозғалыс жасау керек. Қан айналымы жақсарады, организмде оттегімен қамтамасыз етілуі жақсарады. Баланы құнарлы тамақтандырыңыз. Рационда творог, ет, жұмыртқа, балық міндетті түрде болсын. Олар белок баланың өсу үшін қажет. Жеміс-жидектер, көкөністер құрамында витаминдер өте көп, және көкөністер клетчатка, олар ішекте иммунитетке жауап беретін пайдалы бактериялардың қорегі. Сары май, сыр, гхи майы, пайдалы майлар өттің бөлінуі, жыныс гормондары және кортизолдың түзілуіне әсер етеді. Баланың бойы жыл сайын өсуі керек. Егер балаңыздың бойы қысқа болса, қандай анализдер тапсыру керектігін білмесеңіз, каналға тіркеліп, төмендегі ссылканы басып, Telegram каналдағы анализдер тізімі жазылған чек-листті алыңыз.